достар, міне мен Өскемендегі орталық базардамын қазір. Қараңыздар. Міне осылай. Қыста мына жерде де тұрады осылай ашық ауада. Өте суық болады, жазда ыстық. Осы базарларды Өскемендегі реконструкция жасаймыз деп еді. Қашан жасайды екен? Сатушыларға өте қиын деп ойлаймын мен. Міне ауласы осындай. Екі жікі контейнерлер. Тротуарға шығып кеткен ана контейнерлер. Мына жерде осындай. Қысы жазы осы жерде тұрады. Қашан осы реконструкция жасайды екен? Қаланың әкімдігі осыған жауап берсе ғой. Мысалы мен аяймын осы сатушыларды. Көбісі өзіміздің қара көздеріміз, әйелдер және де. Өскемен қаласының Тала деген базарында тұрмын. Мына қараңыздар, екі осындай будкалар тұр базарда. Бұл кісілерге, сатушыларға қыста өте қиын болады ғой, тоңады. Далада тұрып реконструкция жасайды деп еді. Сол реконструкциясын мен көрмей тұрмын. Мына жағында да кішкентай будкалар, екі бір дизайн кодпен жөнді будкалар қойсайын болмаса. Негізі жабық павильондар керек қой.